Assalomu alaykum. YouTube tarmoqlarida yana bir marta sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda quvonchliman. Agarda siz 2026-yil mashina niyatlagan bo'lsangiz, ya birda to'sqanlarning ismini qalayton bo'lsangiz, tezda o'sha videoga like bosib jurib qo'yingizda so'ranaman. Sizlarga eng bekim, ham eng ekonomik hamda tez yurar avtomashina Haval avtomashinalarni usul etaman. Agarda sizga Haval avtomashinasi unagan bo'lsa, summalar qiziq bo'lgan bo'lsa, videoning oxiriga дейін ko'ringizda maslahat beraman. Bu yerda Haval avtomashinalarında uyga hamda aqotaga minadigan turlarda bor. Hozir birgalikda tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz, sog'lar? Tozalik yaxshi kutib oldingizmi? Qo'yamiz. Bo'ladi, Allohga shukr. Hozirda eng trendga aylanayotgan Haval avtomashinalarining summalari hamda turlarini bir aytib o'tsangiz. Bu Haval Jolion bo'ladi. 3 pozitsiya bo'linadi. Birinchi pozitsiyasi 280 million, ikkinchisi 310, uchinchisi 330. Oldimizda turgan 310 million, 330 millionligi full pozitsiya bo'lib hisoblanadi, premium. Aslında panorama, 360 kamera, avtoparkovka, avtotormojение, распознавание знаков ham bo'ladi. Yo'llar znaklarda o'qiydi, 50, 60, 30 degan. Lobovойda, tabloda belgi beradi. Скорость ko'paytgan degan. Keyingi mashinamiz Haval Dargo degan. Tam duti inomarka variantda ko'rinayotgan. Qanday Range Rover'ning основасында жиналған. Артына қарасаңыз ham артында да значогы Range Rover'ning значогына ұқсайды. Машина полноприводный. Бұларда да басында панорама позициясы екі позиция бөлінеді. Біріншісі 400 миллион, екіншісі 430 миллион. Қазір алдымызда тұрған 430 миллион. Бұлар реңіне қарап пұлы ажыратыла ма, сумалар өсе ма, я бірде бәрі бір түрде ма? Бәрі бір түрде болады. Егер бұның ақ түрін қалайтын болса, ақ түрі тауылады. Ақ түрі де бар, металлик цветі де бар. Салонда оранжевый расценка да бар, серый бар. Оларға доплата қосылмайды. Үстіне ақша қосылмайды да. Жүрің бір салон бар, көрсетіп жіберейін сізге. Салонына келетін болсақ, оранжевый. Оранжевый мен қара араласты. Серый бар. Окантовкалар, нәйерлері серый болады. Есігінде обшивкасы, рөлі. Машина 8 режимде болады, полноприводный. Кең екен іші? Іші кең ала. Машинада массаж бар, подогрев бар, обдув бар. Колонкалар усиленный колонка болады. Infinity-да, багажда самбуфер болады машинада. Машина люкс. Шаршаған кезінде массажды қош көріп, астен шыға береді оны, я? Машина готовый, парокларды заводский парокпен келеді. Бұл қанша дедіңіз сумасы? 430 миллион. 430 миллион. Бұның төлемлерін қайтып алса болады? Dargo, Eagle, M6-ларды қазір автокредитке алсаңыз болады, лизингке алсаңыз болады, наличкеге. Баслаңғыш төлемі қандай болады бұлар? Баслаңғыш төлем 30%, 5 жылға дейін шығады автокредит. Ал кейінгі машинаға келсек, нағыз ақотаны жақсы көретін браталар, суға шөкпейтұғын, құмға батпайтұғын, солардың қалейтұғын автомашиналар. Бұны ақотаға шығатуға білет. Бұның сумаларымен бір қызықсын көрейік. Пикап Eagle деген, Eagle жеті болып есаптанады. Бұл механика болады, 5 скорость. Бұл полноприводный. Онда да комфортлар жақсы, сиденьялар электронный, подогревлар бар алдында, климат контроль. Салонны көріп жүрмін. Салонмен таныстыратын болсақ, механика, мультимедиа рөллері, климат контроль, подогрев сиденья, сиденьялар электронный. Охо. Андай жылыстырып отырмайсың десең, е? Жылыстырып отырмайсыз. Механический емес, электронный болады. Зор. И кардан қосып қойсаңыз болады, полный приводқа или задний приводқа қойсаңыз болады. Зор. Бұның сумалары қандай дедіңіз? 360 миллион. Бұлар 360 бір позиция болады деп. Сондай ма? Бұлардың автомат бола ма негізінде? Автомат жоқ, механика. Автоматы жоқ, механика, я. Хәмде артқы бортлары жүдә бекем, жүдә кең. Мен үстінде тент жауып алып, айдасаңызда болады. Бортның салмақ көтеруі 975 кг, 1 тоннаға жақын. 1 тоннаға жақын. Машина рессорда, оны күшейтсеңіз сан болады. Охо, рессорды ма? Рессорды, я. Дополнительный рессор басып, 1,5-2 тоннаға дейін апарсаңыз болады. Керекли жүклеріңізді алып қайта бересіз десең, Любой жүк.
Ал бұл ақтаншақтың суммасы қандай батырды, қандай өнерлері бар бұның? М6-лар 3 позицияға бөлінеді. Біріншісі механика болады, 6 скорость. Екіншісі, үшіншісі автомат. Қазір алдымызда тұрған екінші позициясы. 2 мен 3-тің айырмашылығы, үшінші позицияда алдында туманка болады. Басында лего, артында камера, партроник датчик, круиз контроль болады. И бесключевой доступ. Бұл қазір бірінші түрі ма? Екінші позициясы. Екінші позициясы. Біріншісі механика болады. Суммасы қандай? 260 миллион. 260 миллион. 250, үшінші позициясы 280 миллион. Үшінші позициясы 280 миллион, е? 280 миллионға мынандай бек машина стоит, бірақ. Йо, бисмилля. Ау, мұның ошы мәкке екен сездені. Ал бұның қандай затлары бар, қосымша қосылып келеді оған? Оларда подогрев сиденье болады, алдыңғы 2 сиденьеде. Автохолд болады. Машина өзі светофор тоқтағыңыздан кейін тормоз басып отырмайсыз, автохолдқа басасыз, машина өзі-өзін ұстап тұрады бір жерде. Айдайтын кезіңізде газды басып айдап кете бересіз. Жүдә жақсы бұндай функциясы. Кейінгі үшінші позициясында круиз контроль қосылады. Басында люгі болады, алдында туманка, артында камера, партроник датчик болады. Артыларда кеңшілік. Көріп тұрғаныңыздай карданның орны жоқ ортада. Қолдар тексті, 3 адам арқаға отырып кете береді. Ұнады. Бұның бірінші позициясы сәнде 2-3 болады екен, бірақ бұлардың дискісінде айырмашылық келе ме? 2-де, 3-де бәрі бірдей ме? Размері бәрі бірдей, 17-лік болады. Мехке резинада, резинасын алмастырып жүрмейсіз. Бұны клиенттің талауына қарап светлер шығады ғой? Металлик цветі бар, қара цветі бар, ақ цветі бар. Маған ең ішіне ұнағаны нағыз қалта бап. Міне осы машина қатты ұнады, екінші позициясы. Себебі ішіне мінесең қаттыға мягкий, hamda салонда не сорайсыз, бәрі заты бар. Маған ең қатты ұнаған жері тұрған кезіңізде светофорда автомат машиналар көбіне көп тормоз басып отырады. Бұл тек қана өзінің керекті функциясын қосып жіберсең, hamda қозғалатын кезде газды бассаң харекетленіп кете береді деген жер ұнады. Енді бұлардың суммаларымен таныстық, міне көрдік, бәрше керекті функцияларын естіңіз. Кімге осы автомашина ұнаған болса, осы машиналарды 2026-та мінеу несіп етсін дейміз. Егерде осындай автомашиналардың суммалары тағы да бір өзгеріп жатқан білгіңіз келетін болса, төмендегі нөмірлерге байланысың, я бірде адрес керек болатын болса, осы бір жерден тапсаңыз болады. Қабал бұл біздердің танылауымыз. Рахмет әмеге.